Көп жыл Италияда тұрдым. Оқыдым, жұмыс істедім, университеттерде итальян және француз тілдерінен сабақ бердім. Қазақстанға оралғанда мен өз білімім мен тәжірибемен бөлісуге бел болдым. Мектеп аштым. Енді басқа оқытушылармен бірге адамдарға шет тілдерін үйретіп жүрмін. Қазір итальян, ағылшын, түрік және испан тілдерінен сабақ береміз. Бүкіл Қазақстанда жүздеген оқушымыз бар. Тілді практикада қолдануға ерекше көңіл бөлеміз. Білім беру барынша тиімді болу үшін біз әр оқушымен жеке жұмыс істеуге қолайлы жағдай жасауға тырысамыз. Алайда, басында біз бір мәселеге келгенде шамалы қиындыққа тап болдық. Бұл төлем қабылдау мәселесі. Студенттер қолма-қол ақша алмау үшін Каспий Голдқа ақша аударғысы келді. Ал біз оған жол бере алмадық. Өйткені кассаны ашық түрде жүргізу қиын болар еді. Сондықтан Каспий Пэй туралы білген бойда мен ойланбастан қосылдым. Өзім танып білген барлық жаңа опцияларды бірден қолдана бастадым. Олардың алғашқысы Каспий Пэй қосымшасы арқылы өз Каспий QR-ыңызды басып шығару мүмкіндігі болды. Өз Каспий QR-ымды әкімшінің үстеліне қойдым. Оқушылар ақы төлеу барысының қаншалықты тез әрі ыңғайлы болғанын бағалады. Олар басып шығарылған QR-кодты жай ғана өз Каспий KZ қосымшаларында сканерлеп, соманы енгізіп, курстың ақысын өздері төлей береді. Ал Каспий Пэй қосымшасында төленгені туралы растама әкімшіге бірден келеді. Ол тарих бөлімінде түскен соманы көреді. Барлығы бақыланады. Сондай-ақ ешқандай қолма-қол ақша Каспий Голд картасына ақша аударымы болмайды.